Түн жарымы. Мектептің дәліздері қараңғы. Тек айдың жарығы терезелерді сығалап түседі. Сағат түнгі 11 шамасы. 4 оқушы Айбек, Аружан, Данияр мен Мадина мектепте кешке дейін сынып жобасымен айналысып, уақыттың қалай тез өткенін байқамай қалды. Жоба бітті. Қайтайықшы. Күзетші көріп қалмасын. Тоқта, кітаптарын жинап алайын. Кітапханадан алған едім. Олар мектептің артқы есігіне қарай бет алады. Кенет дәліздің арғы жағынан жабық тұрған кітапхананың есігі жайлап, сықырлап ашылды. Барлығы күрт тоқтап қалды. Мүмкін желе шыққан шығар. Немесе кітапхана шығалды мекен. Төртеуі кітапхана есігіне жақындайды. Бірақ іштен ешкім көрінбейді. Аружан өзінің кітабын қайтарып тастау үшін ішке кіреді. Қалғандары сыртта күтіп тұрды. Кітапхананың ішкі көрінісі шаң басқан сөрелер мен ескі кітаптар, ауыр тыныштық. Аружан кітапты сөредегі орнына қояды. Бірақ кенет артынан біреудің аяқ дыбысын естіді. Кім бар мұнда? Бірақ ешкім көрінбейді. Ол сөрелердің артына қарады. Бірақ тек ескі манекеннің сынық басы болды. Кенет сөрелердің кітаптар өздігіне құлап түсті. Аружан қорқып жүгіріп шықты. Бірақ есік жабылып қалды. Сыртта тұрған достары оның айқайын естіп, ол есікті ашуға қауқары болмады. Айбек пен Данияр терезеден ішке кіріп, Аружанды іздейді. Кітапхана іші мүлдем басқа күйге енді. Бұрынғыдан да қараңғы әрі суық. Терезелер өздігінен сықырлап жабылады. Данияр қабырғадағы есікті және сыртқы өте сынық ескі суреттерді байқады. Бір суретте олардың сыныптары бейнеленген, бірақ бір суретте Айбек пен Аружанның бейнелері көмескіленіп кетіпті. Бұл не сұмдық? Бұл сурет жақында түсірілген сияқты. Дәл сол сәтте мектептің қоңырауы қатты шырылдайды. Бірақ түн ортасында мектепте кім қоңырау басар еді? Барлығы бірін-бірін табуға тырысып, жертөледегі ескі сынып бөлмесіне түсті. Онда шаң басқан парталар мен ескі тақта тұр. Дәл осы бөлмеде мектепте бұрын жоғалған оқушылар туралы аңыз айтылған болатын. Аружан тақтаға жақындады. Тақтада тылсым жазу пайда болды. Сендер де осында қаласыңдар. Кенет қараңғылықтан беймәлім сұлба шығып, оларға жақындады. Барлық айғайлап сыртқа қарай жүгірді. Данияр артта қалды, ал оны қараңғы тұман жұтып алды. Айбек, Аружан және Мадина әрең дегенде мектептен қашып шығып, таң атқанда ғана тынышталды. Бірақ Даниярды ешкім сол еп таппады. Бірнеше күннен кейін мектеп әкімшілігі жоғалған оқушыны іздегенімен іздеу нәтижесіз болды. Балалар да бұл туралы сөйлеуден қорықты. Бір күні жаңа оқушыларға мектеп ережелері түсіндірілген кезде мектеп дәлізінде тұрған сурет қабырғасында тағы бір жаңа сынып суреті қосылды. Сол суреттің артқы қатарында көмескі өлеңгесінде Даниярдың жүзі анық көрінді. Кейбір құпияларды білгің келсе, мектепте түнемей-ақ қой.